Сәлематсыздар ма оқушылар? Жаңа оқу жылының бастауымен құттықтаймын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ақпараттың қасиеттері. Оқу мақсаты: ақпараттың қасиеттерін анықтау, компьютерді ұзақ уақыт бойы қолдануға байланысты қауіптерді сынап бағалау. Бүгінгі сабағымыздың термин сөздері: ақпарат, information, компьютер, computer, қауіпсіз сақтау, secure storage, қауіпсіздік, security, шаршау, tiredness, жеке, nervous. Осы термин сөздерді дәптерлеріңізге жазып, жаттап алуларыңыз сұралады. Ақпарат сөзі әрбір адамға таныс. Себебі мектепте алатын білім, кітаптан оқитын деректер, теледидар мен радиодан тыңдайтын жаңалықтар, адамдардан еститін хабарлар ақпарат болып табылады. Адамдардың барлық қызметі ақпаратпен байланысты. Мысалы, тамақты пісіру үшін оған қажетті заттар мен дайындау жолын білу қажет. Автомобильді басқару үшін немесе үй тұрғызу үшін қажетті ақпаратты білуіміз керек. Бізді қоршаған әлем ақпараттар ортасы. Олай болса, ақпарат ұғымын тереңірек зерттеп қарайық. Ақпарат ұғымы латынның information, түсіндіру, білдіру, баяндау деген сөзінен шыққан. Ақпарат ұғымы көп мағыналы, сондықтан оның нақты анықтамасы болуы мүмкін емес. Кең мағынада ақпарат дыбыс және белгі түрінде берілетін нақты әлемнің бейнесі. Ақпаратты біз ауызша немесе жазбаша түрде, қимыл не қозғалыс түрінде бере аламыз. Кез келген керекті ақпараттың мағынасын түсініп, оны басқаларға жеткізіп, соның негізінде белгілі бір ой түйеміз. Адамның ақпаратты қандай ақпараттық арнамен қабылдауына байланысты ол әртүрлі болады. Мысалы, таңертең сағаттың шылдырын адам есту мүшесі құлақпен қабылдайды. Ақпарат көзі қоңыраулы сағат болып табылады, ал ақпаратты қабылдаушы адам. Ақпарат ұйқыдан оянатын уақыттың келгені туралы мәліметті жеткізіп тұр. Ақпараттың мұндай түрі естілетін ақпарат деп аталады. Сонымен, ақпаратты қабылдау тәсілдері: көру, есту, иіс сезу, дәм сезу, сипап сезу. Ғалымдардың деректері бойынша біз ақпараттың 81%-ын көру арқылы, 10%-ын есту арқылы, 4%-ын иіс сезу арқылы, 3%-ын дәм сезу арқылы, 2%-ын сипап сезу арқылы қабылдайды екенбіз. Бір ақпараттың өзі әртүрлі бейнеленуі мүмкін: сан, мәтін немесе сурет түрінде. Мәселен, автотұрақты машиналардың санын 5 санымен, 5 сөзмен жазылған мәтінмен және олардың суретін салу арқылы бейнелеуге болады. Яғни, ақпаратты тағы бейнелеу тәсілдеріне қарай да түрге бөлуге болады. Бейнелеу тәсілдеріне қарай ақпарат сандық, мәтіндік, графикалық, дыбыстық және видео ақпарат болуы мүмкін. Ал адам ақпаратпен не істей алады деген сұраққа жауап берелік. Біріншіден, адам ақпаратты сақтай алады. Біз кітап, газет, журнал оқығанда ақпаратты есте сақтап жинаймыз. Оны бірнеше күннен соң біреуге жеткізе аламыз. Ал адамның өмірінде оқитын, көретін, еститін ақпарат мөлшері өте көп болғандықтан, адам миы оның бәрін сақтай алмайды, ұмытып қалуы мүмкін. Сол себептен оларды сақтау үшін сыртқа ақпарат тасуыштар, қағаз, түрлі таспалар, дискілер қолданылады. Екіншіден, адам ақпаратты жеткізе алады. Ақпарат жеткізу мысалдарын біз барлық жерде кездестіреміз. Бір-бірімізбен сөйлескенде, сабақта, теледидар көргенде, кітап оқығанда, тағы басқасы. Кітап оқығанда сен қабылдаушы, ал автор жолдаушы болады. Сонымен, ақпарат алмасу үшін жолдаушы мен қабылдаушы болу керек. Хабар жеткізуге пайдаланылатын құралдарды ақпарат жеткізу арнасы деп атайды. Оған теледидар, радио, компьютерлік желі тағы басқа жатады. Үшіншіден, адам ақпаратты өңдей алады. Ақпарат өңдеу деп ақпарат алуды, оның мазмұнын өзгертпей, ұсыну түрін өзгертуді, алынған ақпаратты бір ретке келтіруді және жаңа ақпарат іздестіріп толықтыруды айтады. Мысалы, есепті шешу барысында сендер есептің шартын оқисыңдар, ақпарат аласыңдар. Есепті шешесіңдер, ақпаратты өңдейсіңдер. Нәтижесін оқытушыға көрсетесіңдер, оған ақпарат бересіңдер.
Адамның ақпаратты өңдеуі үздіксіз процесс. Ақпарат өңдеу кезінде адам жаңа ақпараттар ойлап табуы мүмкін. Сонымен адам ақпаратты сақтайды, өңдейді және жеткізе алады. Бұл жағдайда адам қандай да бір әрекеттер жасайды, оларды ақпараттық процесс деп атайды. Жалпы тұрғыдан алғанда, ақпарат таңбалар мен сигналдар түрінде берілген әлемнің заттың бейнесі болып саналады. Ақпарат алу дегеніміз бізді қоршаған құбылыстар мен нысандардың өзара байланыстары, құрылымы, немесе олардың бір-біріне қатысуы жөнінде нақты мағлұматтар мен мәліметтер алу деген сөз. Сонымен оқушылар ақпаратты қабылдаудың 5 түрі бар екен: көру, дәм сезу, сипап сезу, есту, иіс сезу. Және оқушылар ақпараттың 6 қасиеті бар: сенімділік, толықтық, өзектілік, құндылық, объективтілік, түсініктілік. Олай болса, оқушылар тапсырмаға көшейік. Алдымен жеке жұмыс бойынша сұрақтар беріледі. Сол сұрақтарға жауап берулеріңіз сұралады. Бірінші сұрақ: ақпараттың қандай қасиеттері бар? Екінші, ақпараттың өзектілігіне қандай мысалдар келтіруге болады? Үшінші, компьютерде жұмыс істеу ережелерін сақтамау адам денсаулығына қандай зиян келтіреді деп ойлайсың? Осы сұрақтарға жауап берсек, үйге тапсырма. Ақпараттың әрбір қасиетіне күнделікті өмірден алынған бір нақты мысалдар дайындау.